7-ші нөмірлі қатынасушымыз Жақсыбай Ахметов. Ақмола облысы Сандықтау ауданына қарасты Приозерное совхозының Қызыл Қазақстан ауылында дүниеге келген. Жақсыбай атамыз аудандық ардагерлер алқасының және аудандық алтын қазына вокалды ансамбльдер тобының мүшесі. 40 жылға жуық зоотехник, ауыл басқарушысы қызметтерін атқарған. Жақсыбай атамыз Сандықтау ауданына 90 жыл мерейтойлық медалімен марапатталған. Атамыздың жасы 69-да. Атасызға ата бол, батасызға бата бол, панасызға пана бол, кек сақтамас бала бол. Дос сүйелер сансыз бол, он бұлған бала бол. Аллаға жақын болсаңыз, Аллаға жақын болсаңыз. Төле биді қартыңын әппәқ екен сақалы, сабалақтай баланың оң бол секен сапары, мол бол секен қатары. Елдің ұлы бола біл, еліңе ақыл сала біл, Алла өзіңді аңғарсын, жұрттың қолғарсын. Әқ білектің күшімен, әқ найзанын ұшымен, жалпақ жатқан байтақты, жан күйіңмен қорғарсын. Пана болып халқыңа, көз қырын сал салтыңа, адал жүріп қызмет қыл, қарай көрме жерде жатса алтынға. Дүниеге қызықпа, сақалымның ағында, өлерімнің шағында, бердім осы батамды, балам саған бағында. Өзім берген. Көтерейік білекті, сағындық құдам бүгін біздерді шақырып құрмет етті. Сыйға сый, сыраға бал деген сөз бар, берейім мен деп ата ақ ниетті. Ден саулық бақ тілеймін басыңызға, ұзақтан жас тілеймін жасыңызға. Өмірде өт өшпесін ошағынан, жебелеп қыдырата жүрсің қасыңызда. Көңілің биік болсын судай тасып, өмірің таза болсын ойдай ашық. Өмірің таза болсын ойдай ашық. Көңілің өр болсын бойдай тасып, көңілің ашық болсын айдай ашық. Осылай ден саулықтың арқасында жүрейік ағайындар, бауырлар, осы отырған баршамыз араласып. Тастырқаның мол болсын әрдайымда, ренжіме қиындықпен уайымда, қасыңда балаларың аман болып, өмір бақи бірге жүрсін, Құдай қосқан жұбайың тілеулес жұбайыңда. Аллах. Ендеше ортаға 8-ші номерлі Батагой ақсақалымызды шақырайық. 8-ші номерлі қатынасушымыз Қаржаубай Рейімбайұлы. Қарақалпақстанның Шоманай ауданында дүниеге келген Қаржаубай атамыз 1979 жылы Маңғыстау ауданы Жаңаөзен қаласына қоныс аударып, мұнай саласында еңбек етіп келеді. Жаңаөзен қалалық Маңғыстау аймақтық жігіт ағасы сайыстарының жеңімпазы. Қазақ халық шежіресі, Жаңаөзен, Жас қалам, Ұландар, Армандаған аяулым, Алаштың алыспағы, Ана жаным, тағы да басқа өлеңдерінің авторы. Адай ата, Қосай ата, Бекет ата, Досжан Хазіреттің туылғанына 200 жыл, Жаңаөзен қаласына 50 жыл мерекелік төс белгілерімен марапатталған Қаржаубай атамыз 67 жаста. Ассаламу алейкум, қазақ елім Атырау, Бахадүр елім Маңғыстау, сәлем айтты сіздерге, қабыл алың халқым ау.
Сізге берілетін алғашқы ересіндегі баталар тапсырмасы бойынша Қосай атаның сыйластарына, замандастарына берген батасы. Ауызы биллахи минаш-шайтани раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Асқа берекет, адамға қанағат, бар бәледен аманет. Тілегімізді қабілет. Астарыңа адалдық бергей, бастарыңа амандық бергей. Алла тағала көңілдеріңді жайлы қылсын, қазаныңызды майлы қылсын, ұрпақтарыңды өздеріңнен артық сайлы қылсын. Алла тағала қазақ елінде сәулетті қылғай, таусылмайтын берекелі дәулетті қылғай, ар иманды әулетті қылғай. Мизан таразыға дейінгі ұрпақтарың қазақ тілінде, Әбу Халифа мазхабындағы ислам дінінде, шариғат пен өрлігін ата-бабаның асыл салт дәстүрінде болып, түптерің бір, шақаларың мың болғай, ауыздарың бір болғай. Қорғаңдар асыл ерімді, ер қорғайды жерімді. Елім аман тұрғанда жау алалмас, жерімді сындырмайды белімді. Алла тағала тілектерін қабыл етіп, екі дүниенің абырайын беріп, жәннатынан несіп етіп, Алла тағала баршаңыздың көңілдеріңе алғашқы нұрдан ұялатып, жәннаттан Алланың дидарын көруге нәсіп еткей. Алла. Екінші ұлттық салт дәстүр бойынша Наурыз бата. Ассаламағалейкум, құрметті жамағат дедік қой, жаңағы мына кешеден бері өздеріңді байқап атқан шығарсыңыз. Алла тағаланың 300 жылда отарлап алалмаған, 73 жыл құдайсыз қоғамда қорқап соғып көріскен ұлттық дәстүріміз, еліміздің рухани жаңғыруы, бұның барлығы осы Алла тағаланың берген сыйы, тәуелсіздігіміздің жемісі. Сол тәуелсіздігіміз жемісімен мінеки Наурыз тойымызда жаймен өрістеп, өзінің оң бағытына келе жатыр. Кез келгеніміздің жасы күніңіз біледі, Самарқанның көктасы еріген күн, мүшел жылдың 13-ші Наурыз күні шығатын күні, 14-ші Наурыз күні мүшел жылдың келетін күні. Арадағы бір календарды ауыстырғаны болмаса, көктемнің бірі екісі деген есеп қой. Сол есеппен сіздердің де екі тойын қабат, елі жұртың абат, ақындардың айтысы, ақбата берген ақсақалдардың тілек ниеттері қабыл болып, бүгінгі ертеңгі ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Бисмилла, құтбақ ұлыс күн, бақ береке жұғыссын. 14-ші Наурыз жаңа мүшел көріскін, мейірлене көріскін. Көңілді көріп, көктей өсіріп, көріселік замандас, артық кемді кешіріп, ақ бейлмен амандас. Қазан толғай бал уз, өске яман мал жаның, құтбақ болғай Наурыз, қабыл болғай арманың. Ойың өрлеп бірегей, құтты болғай жасыңыз, береке бірлік тілегей, досың түгіл қасыңыз. Тыныш елім жеріме, бақ нұр шаттық шашылғай, тәуелсіз қазақ еліме, кеңдік есік ашылғай. Аллаху. Осы қошемет құрметтеріңізбен 11-ші нөмірлі ақсақалымыз Рашидбек Мұхамеджан атамыз шақырайық. Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Ағарал ауылында дүниеге келген Рашидбек атамыз Шілікті орта мектебін алтын медальмен бітіріп, Өскемен құрылыс жол институтын инженер-механик мамандығы бойынша тәмамдаған. 70-95 жылдары механик, бас инженер, партия комитетінің хатшысы, басқарма төрағасы, инженер-механик, кәсіподақ комитетінің төрағасы болып еңбек еткен. 2000 жылдан Алмасай ауылдық округі ақсақалдар алқасының төрағасы қызметін абыроймен орындап жүрген Рашидбек атамыз 79 жаста. Ақсақалға алғашқы тапсырма ел есіндегі баталар бойынша Төле бидің батасы. Армысыздар, ардақты атыраулық ағайын, қадірменді қонақтар. Сіздерге Чырайлы шығыстың дүйім жұртынан сансыз сәлем. Биыл жастар жылы болғандықтан Төле би бабамыздың жастарға берген батасы. Көздеп арман асқарын, талпын алға жастарым, қонған жерлерің ой болмасын, дөң болсын, етек жеңдерің кең болсын, түндей түнерген адамға айтқан сөздерің ем болсын, ұрпақтарың көбейіп, елге қосылар ел болсын,
мақсаттарыңа жеткенше маңдай терлерің сел болсын. Я аруақ қолдай көр, я Құдайым бере көр, берсең жаздай бер, жаздай берсең жазбай бер, берсең күздей бер, күздей берсең үзбей бер, берсең қыстай бер, қыстай берсең қыспай бер, берсең көктемдей бер, көктемдей берсең көптен бер. Жастарым көктеңдер, үлкендердің көңілін тауып ептеңдер. Аумин. Аумин. Төле бабамыздың батасы қабыл болсын. Келесі батада жастарға арналған екен, нақтырақ айтсақ, жас жұбайларға арналған бата. Бұл енді өз жүрегімді жарып шыққан жас жұбайларға арналған бата. Жаратқан ем жар болып, есен сау үш жұрттарыңда бар болсын. Жақсылық жолы кең болып, жамандық жол тар болсын. Жаңбыр жауып жазды күн, жеріңде қыста қар болсын. Ұрпағыңда ар болсын. Бас қосылды басыңа, жас қосылып жасыңа, ас қосылсын асыңа. Дәулет бітсе тасыма, қиындық көрсең жасыма. Ағайын туған, дос жаран, адал болып сендерге, жақсы адам келсін қасыңа. Мына тігіп жатқан отауларыңның шаңырағы биік, босағасы берік, керегесі кең, қатармен тең болсын. Бақытты бол екі жас, арманда сол тіректе, қосыла берсін басқа бас, қуаныш болсын жүрекке. Адалдық болсын ұраның, әділетті жүдетпе, ұмытпаңдар қыр әнін, кезек бер кейде күрекке. Сезімдерің пәк болып, төзімдерің тозбасын, парасат сендер жақ болып, әдептен мінез озбасын. Тағдырыңа жазылған тарам жолың бар, біріңе бірің сенімді, кешірімді болыңдар. Мейірім шуақ төгер анаң болсын, қуаныш сыйлайтұғын балаң болсын. Ата-бабаң қалдырған аманатта киелі, қасиетті, кең байтақ далаң болсын. Елімізді бастайтын биіктерге Нұрсұлтандай елбасы аман болсын. Дендерің сау, бастарың аман болсын, мамыражай тыныштық заман болсын. Бала деген адамның балашағы, іңгәлаған бесікте балаң болсын. Әумин. Үй жанында төбең болса, ертеп қойған атпен тең. Үй ішінде қартың болса, жазып қойған хатпен тең демекші сайыскерлерімізден бата беру кезегін бастайық. Ал ендеше алғашқы болып алдарыңызға шығатын Атырау облысынан Уақит Әділовті ақсақалымыз. Уақит атамыз Атырау облысы Исатай ауданы Забурын селосында дүниеге келген. Уақит атамыз ұзақ жыл мұнай саласында еңбек еткен. Забурын ауылдық ардагерлер кеңесінің төрағасы, 2-ші және 3-ші дәрежелі еңбек даңқ ордендерімен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 25 жыл төс белгісімен марапатталған. 2018 жылы Батыс аймақтық бата беруші ардагерлер арасында өткен бата менен ел көгерер аймақтық ашық байқауының 1-ші орын жүлдегері. Уақит атамыздың жасы 72-де. Bir Allah'sı var, 2 dünyası var, 3 yüzü var, 4 kıblası var, 5 parsı var, 6 talaşı var, 7 kaznası var, 8 serisi var, 9 kumalak oyunu var, 10 şaktı, 10 şaktı kızı var. Kelinleri жылқының, жігіттер жылқының жалында ұйықтаған, келіндер түйенің қомында толғатқан көшпелі қазақтың көшпейтін ұрпақтары. Ассалаумағалейкум. Бірінші батам Малайсары бидің сырымды атылына берген батасы. Малайсары би қартайып отырған шағында сырымды атылы батасы алу мақсатында биге келген екен дейді. Сонда би Малайсарыға былай деп бата беріпті. Халқыңның панасы бол, ортаңның данасы бол, жағың түспей жамандық көрме, бар елдің
ағасы бол. Кеуден толған бауыр болсын, арқан қаранардай жауыр болсын, үйіңнен дүбір кетпесін, құлағыңнан сыбыр кетпесін, жасың 70-тен өтпесін. Әумейін деп. Би бетін сипағанда, сырым қолын жайған күйі отырып қалған екен дейді. Ау, сырым қолыңды неге, бетің неге сипамайсың, қолыңды жайып отырсын деп. Десе, сырым айтыпты, мен сіздің батаңыздың соңғы жағына түсінбей отырмын депті. Сенің түсінбей отырған жерің жасың 70-тен өтпесін деген сөз болар. Мен оны сізге түсіндіріп берейін. Мен жасым 70-ке келгенше халыққа керек болдым. Халық маған керек болды. Мен жасым 70-тен өткен соң ешкімге керек болмай қалдым. Халыққа да мен керек емеспін. Бұрын 70-ке жасым жеткенше шарықтап жүрген қыран едім. Қазір боқ шықып отырған қарғамен тең болып қалдым. Мен көрген қорлықты көрмесін деп саған 70-тен артық жас бермей отырмын. Алла Тағала саған 100 жас берсе де сен жасай бер. Мен оны қызғанбаймын деп түсіндіріп батасын аяқтадым. Рахмет. Ақсақалымызға екінші кезең бойынша келген бата ұлыстың ұлы күніне арналған бата екен. Күніміз ұлысты болсын, жеріміз ырысты болсын, өрісіміз малғабай дүбірлі болсын, келіндеріміз жанғабай үбірлі шүбірлі болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, ел басымыз дені сау, ұзақ ғұмырлы болсын. Сапарда дүлділ көлігің болсын, қатерде қыдыр серігің болсын, өзің тоқтар тәңірің болсын, тәңірің тоқтар өмірің болсын. Бүгінгі тұяқ бабалы болсын, бабалар алтын жағалы болсын. Ертеңгі тұяқ аталы болсын, аталы ақ баталы болсын. Ұлыс ұлы тойлы болсын, ұл менен қыз ойлы болсын. Ағайын арасын бәлекет бермесін, елге нәубет әрекет келмесін. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын, бейбітшілік заман болсын. Тәңір берген несібе еш уақытта кетпесін, бізге қастық ойлаған мұратына жетпесін. Ауру сырқаудан аман болайық, басымызға таймас бақ қонсын. Мейірімді Алла бүкіл қазақ еліне жар болсын. Осы берген батамның бәрі сөзімнің мәр Алланың құлағына шалынып, періштелер әумин десін. Олай болса, бүгінгі сайысты түйіндейтін Керекуден келген ақсақалды сахна төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Балтабай Сыздықов, Павлодар облысы Баянауыл ауданы Жаңажол ауылында дүниеге келген. Балтабай атамыз Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Баянауыл ауданының құрметті азаматы, күйші, бірнеше күйлер мен әндердің авторы, Ақсақалдар ұлағаты қоғамының мүшесі, 1971-2008 жылдары Кеңшарда партия комитетінің хатшысы, Бірлік Кеңшарының директоры, аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі, аудан әкімінің орынбасары, аудандық мәслихат аппаратының басшысы қызметтерін абыроймен атқарған. Ғұмыр Дария жыр жинағының авторы Балтабай атамыз 74 жаста. Ендеше ел есіндегі баталар тапсырмасы бойынша атамызға келгені Қашаған Күршіманұлының ұзатылып бара жатқан қызға берген батасы. Ассалаумағалейкум, Атырауым, армысың алыс жақын келген қауым, лайым ұлы тойда кездесейік, тілеймін ел жұртымның есен сауын. Атырау айдарынан желескендей, батамен ел көгеріп кеңескендей, өтіп жатқан байқауым құтты болсын, 300-дің басын қосып кеңескендей. Сарыарқа ертіс баян жеріненмін, Сәтбаев Қаныш туған еліненмін. Әбіш-аға елінде өтіп жатқан байқауға үміткер боп келіп едім. Кеудемде күмбірлейді күйдің сазы, пірім боп Махамбетпен құрман қазы, бағасын берілген ақ батамның бере жатар қара қылды қақ жарған әділ қазы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қырмызы гүлдей құбылған, көрікті көркем бал едің, базарың баста құрылған. Қайын жұртқа барғанда,
ұзартып жүрме тіліңді, көрсетіп жүрме мініңді. Онда да жақсы жандар бар, ақылы асқан, білімді. Жақсының алды көшедеп, қайнағаң мен атаңның алдынан өтпе кеселеп. Үйіңе келген қонаққа шытылмасын қабағың, толық болсын табағың. Сыртыңнан айтып ел мақтар, жақсы деп айтып қарағым. 40-қа жасың жеткенде, келінменен баланың билігіне таласпа, ақылыңнан адаспа. Сонда да ауылымен аралас, жүрген ауыз түйіске еш уақытта санаспа. Мырзалыққа батыл деп, шығарар сенің атыңды деп, сонда сенің шырағым. Даңқың кетер алашқа. 50 жасқа толғанда, бәйбіше болсаң балқаған, қас қабағың шалқаған, қолыңда болса қарағым, қос бауырдақты қош жүзік. Бәйбішелікте бір қызық. 60-қа жасың толғанда, төсегіңді салда жатып ал, биліктен басыңды тартып ал, ақырымен сөйлеп пікірет, Құдайыңа шүкірет. 70 жасқа жеткенде, өмір барда ажал бар. Қай күні келіп қалар деп, қай күні құрықсалар деп, самай шашым ағарды, күш қуатым азайды, бұл да бір келген қабар деп. Билікке таласпа, дүниесі құрысын, жамандық болған алаш деп. 80-ге жасың жеткенде, одан әрі кеткенде, ақыл есің барында, ұрпағыңның алдында, кәріліктің көрмей мазағын, тартпай төсек азабын, Алланың ақ жолымен бақилыққа аттанып, марқұм деген атты алып, тәнің болсын рақатта, жаның болсын жәннатта. Әумин. Я жаратқан ем, Атырау елінде ұзатылған қыздардың жат жұртқа барғанда босағаттаған қадамдары сәтті болсын, өмірлері балдай тәтті болсын, халқына қалаулы, еліне елеулі болсын, алдарынан ай тусын, арттарынан күн тусын, ауылдарына айдарлы, жарына жайдарлы болсын, бағы ашылсын, алдынан жақсылықтар шашу боп шашылсын, елдің анасы болсын, көптің панасы болсын. Аумин. Айтқаныңыз келсін ақсақал. Ұлттық салт дәстүр бойынша жаңа туған нәрестеге берілер бата. Бисмиллахиррахманиррахим. Көтерейін білекті, нұрға бөліп жүректі, жаңа туған сәбиге берейін ақ тілекті. Нәрестең бау берік болсын, алдыңғы балаларға серік болсын. Бәйтеректей бойшыл, ақылды ойшыл, білімді білікті, сүйкімді, қылықты болсын. Ата-анасына мейірлі, кең пейілді, өнер білімге зейінді болсын. Тәттілігі балдай, тереңдігі талдай, еңбек сүйгіштігі талабы таудай болсын. Тұлабой дарын көпке мәлім болсын. Ойы кемелді, абыройлы беделді болсын. Өнерлі жан-жақты, мінез салмақты, еліне ардақты болсын. Жаңалыққа басшы болсын, бастамаларға қамшы болсын. Сөзі жүйелі болсын, елінің нақ сүйір болсын. Қиындықтар көрмесін, бәле жала келмесін, жанып тұрған жұлдызы сөнбесін, ісін албыла жақтасын, тіл көзден сақтасын. Ата-бабаларының жолын жалғасын, биікке самғасын, қанаты талмасын, қатарынан қалмасын, өнер білімін елдің игілігіне арнасын. Он саусағы шебер, епті болсын, абыройлы бетті болсын, ақылды кемелді өнерлі болсын, шындықты жақтасын, ар намысты сақтасын, елдің тілегін ақтасын. Бір үйдің баласы болмай, көптің баласы болсын, ақылдың данасы болсын, ұлы даламның орманы болсын, тәуелсіз елімнің қорғаны болсын, денсаулығы зор болсын, өмірі ақ жол болсын, алдағы өмірде көрер қызығы мол болсын. Аумин. Я жаратушы ем, Атырау елінде дүниеге келген балалар Махамбеттей өткір батыл болсын, Исатайдай күрескер батыр болсын, Құрманғазы мен Динадай әйгілі болсын, елдің айбыны болсын, Әбу мен Әбіштей халықтың ұлы болсын, Алланың сүйген құлы болсын.
Қаршыға мен айгүлдей күйші болсын, Гүлжандай мұң бұралған биші болсын. Жұмекен мен Жұмекендей елге әйгілі ақын болсын. Халқына қашанда жақын болсын. Елдің намысын ақтап, әр уақытта елге қамқор тірек болсын. Ал енді осы байқауды өткізіп жатқан Атырау елі күндерің шуақты, көлдерің құрақты, далаларың бұлақты, ел жұрттарың қуатты болсын. Еккендерің шығымды, мал жанға жұғымды, төрт түлік малды облыстардың алды болыңдар. Ауылдарың ажарлы, өнімдерің базарлы болсын. Пәле жала қашық болсын, аспандарың ашық болсын. Далаларыңдағы таза болып далаңыз, таза болсын ауаңыз, биік болып нуыңыз, өлдір болсын суыңыз. Биік болып намысын, толағай болып табысын, Атыраудың еліне құт береке, жеріне бақ дарысын. Аумин. Аумин. Ендеше ортамызға 14-ші номерлі Батагой атамызды шақырайық. 14-ші номерлі қатынасушымыз Жақыпбек Өмірбек. Жақыпбек атамыз бұрынғы Панфилов ауданы Қоңыр Өлең ауылында дүниеге келген. Облыс орталығындағы машина трактор училищесін, Талдықорғандағы мал дәрігері зоотехникалық техникумын бітірген. Кейін қазіргі уақытқа дейін Басшы өңірінде мал шаруашылығында еңбек етіп келеді. 1991 жылы өз отбасымен береке шаруа қожалығын құрып, өңірдегі 3 мектепке, ауруханаға демеушілік көрсетіп келеді. Шормақ Батыр бабаның басына кесене орнатқан. Алматы облысы Кербұлақ ауданының құрметті азаматы Жақыпбек атамыз 80 жаста. Ел есіндегі баталар тапсырмасы бойынша ата бабадан қалған бата. Уай, айтсаң айтшы. Құдіретімен жаратқан 18 мың ғаламдайды. Аққасия танытқан сауытпенен қаламдайды. Сөз сөйлеуді үйреткен, сөз анасы сәлемді айт деген екен. Ассалаумағалейкум, о рахметолла берекеті, жан жақтан осы қуанышқа жиналған қалай. Ал сұрасаң бата берейін, сөз маржанын терейін, атадан қалған асыл сөз ортаңа тастап көрейін. Ей жаратқан ием сақтаушы сақтай көр, сөйлесе сөз бермейтін, айтқан тілге көнбейтін, жанға жақсылық ойламайтын, қара жүрек наданнан сақта. Мезгілсіз өлімнен сақта, азапты көріңнен сақта, өзгеуді өзі кер ауыз келіннен сақта. Ұятсыз қыздан сақта, татымсыз тудан сақта, қайырымсыз қаннан сақта, құр кеуде даңнан сақта. Жаратқан ием Алла тағала, өмір берсең ұзағынан бер, байлық берсең қайырынан бер. Ұл берсең ұтымды қып бер, қыз берсең қылықты қып бер, ат берсең жүрісті қып бер, бала берсең ырысты қып бер. Тіріге тұрақ, өліге жұмақ бер. Жаратқан ием Алла тағала, мына кең байтақ еліміздің жан жағын жарқыра көр. Бастаған істеріміздің бас аяғын анықла көр. Жан жағымызға жау көлтіре көрме Алла, бастаған ісіміздің бас аяғына дау көлтіре көрме. Ей, біздің болашағымыз, ертеңіміз жастар. Жақсы кісіні жасқамаңдар, жақсы істі тастамаңдар. Жақсы кісін жасқасаң өнегің азат, жақсы істасаң өнерің тозат. Өнегілерің азбасын, өнерлерің тозбасын. Осы бір берген батамды бір Алла өзі қолдасын. Аллаху акбар. Екінші тапсырма бойынша ұлттық салт дәстүрге, елге тілек батасы. Елбасымыз Нұрсұлтан батылда қандай алғырды. Аузынан шыққан қазақ сөз бүкіл әлемге естіліп жаңғырды. Болып қысқан кешегі өмір кетті өтіп, егемендігіміз бүгінгі өмірімізді бал қылды. Ешкім көтере алмайтын шоқпар байлап беліне, қас батырларша мәңгілік ел деп үн тастады еліне. Басастана жан жаққа тарап нұрлы жол. Нұрын төгіп тұрғандай, мына байтақ кең жеріме. Сендер ұлы даланың ұландарысыңдар деді. Сендер ұлы шыңдардың қырандарысыңдар деді. Алмағай ел басында күн туа қалса, намысын қостап, қасарсып қарсы тураласыңдар деді. Сөйтіп міне еліне, жастарға сенеді. Бұралаң жолдың амалын алыстан болжап көреді. Бақытқа бастар сарабыр осы жолына бір кісідей бірігіп.
соңынан қалса ереді. Еліме айтар тілегім осылай өрбіді. Қуанышқа толып бұлқынады жүрегім, арманға толы, достыққа толы, дүбірге толы. Осы бір қоңыражай өмірді барша халқым шын жүрегіммен сіздерге тіледім.